Ол айтатым менде сендей өкпем көбет. Өлеңмен жеткізейін дөптермелеп. Ойпырмай біздің елде футболшыға мемлекеттің құрметін неткен бөлек. Кем дегенде 30 мың доллар алып, айлықтары аспанға кетті өрмелеп. Сонша ақша алатындай футболшылар сол допты жетістіріп тепкенде жоқ. Ал енді арып ашып ұстаздар жүр, елінің ертең үшін еткен көмек. Жатса да 30 балан адам қылып, 30 мың доллар тұрмақ көктенге жоқ. Басынып, ақшасы жоқ мұғалімді әкесі бай балалар өктем келеді. Мектепке қонақ келсе ұстаздардың айлығынан шапан мен шекпен береді. Онсызда қажып жүрген ұстаздарға әкімшілік тапсырма көптеу береді. Жүгіріп сайлауға да концертке де қайран біздің ұстаздар көптерлеп еді. Футболшыдан олар аз жүгірмейді, доп қуып жүрмесе де дөптен келек. Кейде ойлаймын футболдан өлетіндей милары бастықтардың кепкен бе деп. Ішінде желден басқа ештеңе жоқ, бастары доп қайналып кеткен бе деп. Осы бір мәселені шенеуніктер Бердібек ағам құсап реттеу керек. Ойнап жүріп мөшектеп ақшалатын мешоктардың айлығын шектеу керек. Онсызда маңдай терін төгіп жүрген ұстаздың абыройын төкпеу керек. Аяқ допты білімнен биік қойса, ертең елдің аяғы көктен келеді. Болашағың қайырлы болсын десең, ұстазың қайыршы боп кетпеу керек.